Баланың ақылы кімге ұқсаған? Әкесіне ма, әлде анаға ма, әлде көршіге ма? Өздеріңіз білетіндей, бұл тақырыпты әрбір отбасында талқыланып жатыр, талқыланып та келген. Баланың ақылды болатын болса, онда әкесі маған ұқсаған дейді. Немесе қызыңыз өте сыпайы, әдемі болатын болса, анасы маған ұқсаған дейді. Шындығына келетін болса, расында да кімге ұқсаған бала кімге ұқсайды көбінесе? Көбінесе именно қай ата-анасынан алады? Әкесінен көбірек мағлұмат, информация ала ма, жоқ немесе анасынан ба? Сол сұрақты бүгін тәркілейтін боламыз. Егер де балаңыздың кімге ұқсайтынын білгіңіз келетін болса, видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Бүгін өте қызықты тақырып, бала кімге ұқсайды. Дайын болсаңыздар, біз бастаймыз. Баланың кімге ұқсастығын білместен бұрын, ең алдымен адамның, яғни ДНК-сын, адамның геніне кішкене көз жүгіртсек, адамның жалпы адам құрылысы ген дейміз ғой, генден тұрады. Ген жалпы былай айтқанда 3 әріп, ДНК дейміз ғой, былай айтқанда дезоксирибонуклеиновая кислота, яғни қышқыл деп атаймыз. Сол структурада адам ағзасында жалпы ДНК 46 хромосомға ие болады, яғни хромосомға бөлінеді. 46 хромосомнан тұрады, сау адамның дегенім ғой. Именно сол 46 хромосом 2-ге бөлінеді. Яғни 23 хромосом әкесінен өтеді, 23 хромосом анасынан өтеді. Сол именно хромосомдардың арасында 55 ген болады. 55 ген. Бірақ сол 23 хромосомның әкеден, анадан өтетін, соның арасында 22-сі полный информация алатын болса әкеден, анадан өтетін тоже 22 хромосом болатын болса, сонда бір хромосомнан қалып тұр ғой. Вот сол бір хромосом ана жүктілік кезінен бастап балаға жыныс беретін сол бір хромосом болады. Яғни, ол дегеніміз не? Мысалға делік, ер кісінің хромосомдары, яғни ер кісінің гендері XY болып аталады. Y болады, былай Y дейікші, ал әйел адамдікі XX болады. Бірақ ер кісінің гені қаншалықты күшті болса да, именно жыныс, ананың құрсағында жатқан баланы жыныс беру кезінде ол кішкене слабый болады. Сол себепті егер ананың құрсағында жатқан баланың гені тек қана X болатын болса, онда қыз туылады. Ал немесе тек қана Y болады, XY болатын болса, онда ол бала туылады. Вот сол ананың құрсағында жатқан кездің өзінде сізден және анасынан әкесінен өтетін барша гендер сол кезде уже не болады? Қалыптасады. Түсінікті ғой? Әкенің генінен не өтуі мүмкін? Әкенің гені, мен сіздерге айтқандай, бағана Y, яғни доминанты, яғни күштірек болып келсе де, бірақ көбінесе түр әлпеті, сипаттамасы өтуі мүмкін. Ол дегеніміз не? Шаштың түсі, көздің түсі, бет пішіні, былай айтқанда бет келбеті дейміз. Соның барлығы әкеден өтуі мүмкін. Ал анадан не өтеді? Анадан мінез құлқы өтуі мүмкін. Характер дейміз ғой, мінез құлқы, характер дейміз, ашушаңдығы, бірақ бір кездері қиын ситуациялардан шығып кету мүмкіншіліктері де сол анадан көбінесе өтетін болады. Сол үшін ана мен бір сөзбен айтқанда, әке мен анадан тек жартылай полностью, мысалы үшін бір балада тек қана әкеден өткен гендер болмайды. Анадан да өткен полный гендер болмайды. Яғни 50-ге 50. Бірақ бір кездері 70-ге 30 болып қалуы мүмкін. 70% әкеден, 30% анадан болуы мүмкін. Ол генге де әрине байланысты, ер кісінің дейміз ғой, былай айтқанда. Қазақ халқының гені қазіргі таңда былай айтқанда универсальный ген болып табылады. Неге десеңіз, қазақ кіммен шатыспаған? Өзіңіз білесіз ғой. Қазақ кімге қызым бермеген? Сонау Африкадағы қара нәсілді негрлерге де бердік, Қытайға да бердік, еврейге де бердік. Барлығына қыздарымызды беріп те шықтық. Ол рас нәрсе, оны жасыратын ештеңесі жоқ. Бірақ қазіргі таңда қазақ пен қазақ шатысса, қазақ пен қазақ болатын болса, мысалы үшін әп-әдемі бала туылады, мысалға. Егер басқа бір нәсілмен, дәл сол қара нәсілдермен, мысалға Африкадағы қара нәсілдермен егер шатысатын болса, онда 80% қара бала туылады, ақ бала туылмайды. Неге десеңіз,
дүние жүзінде ең мықты, яғни ең гені мықтылар сол қара африкалық нәсілдері болып табылады. Өкінішке орай, әрине ол солай. Қазіргі таңда ол кісілер енді оларды айыптап жатқан жерім жоқпын, бірақ Құдайдың жаратқаны, табиғат ана жаратып отыр соны. Қара кісілерді, қара нәсілді кісілерді. Сол себепті именно қазақ халқының гендері бұрыннан бері шатасып келе жатқаннан кейін анық қазақ гені мынандай болған, анық мынандай болған деген тек қана теория ғана бар, бірақ дәлелдер аз. Қазіргі таңда генетика өте дамыған ғылым, әрі қызықты ғылым, өте терең уже талқыланып зерттеліп жатыр. Әйел адамдар өздері біледі, мысалға егер жүктілік кезінде әйел адамды бірінші орында генетикаға барып көрінеді. Не үшін генетикаға барып көрінеді? Өйткені құрсағында жатқан баланың дамуын тексеру үшін, именно құрсақ жатқан кезде оның ешқандай отклонение, яғни ақаулықтар жоқ па, инвалид емес па, аяқ қолы дұрыс дамып жатыр ма, соның барлығын білу үшін не істейді? Жүктілік кезінде әр ай сайын генетика барып көрінетін болады және анализ тапсырады. Оның барлығы әрине жаман болсын дегеннен емес қой, әрине, бірақ бастапқы кезеңде сол генетикалық отклонение, яғни ақаулықтардың алдын алса болады. Ол қалай алынады? Жалпы түрлі қазір дәрі-дәрмектер бар, витаминдер бар, көбінесе генетикалық бұзылушылықтар, яғни отклонениялар дейміз ғой, былай айтқан ақаулықтар неден келіп тұрады? Біріншіден ананың жүріп тұруынан, яғни жеп жатқан тамағынан витамин жетіспегендіктен, соның барлығына неде сол именно генетикалық бұзылуынан да болады. Егерде баланың тек қана мінезі, түр әлпеті ғана геннен өтпейді. Ең аяныштысы, сізбен біздің бұрыннан келе жатқан хронический патологиялық ауруларымыз, созылмалы ауруларымызда балаға өтеді. Ол 100% дәлелденген нәрсе. Мысалға делік, егер ана жүктілік кезінде қандайда бір ауруға шалдықса, жұқпалы ауруға шалдықса, мысалы үшін сары ауру дейміз, онда 95% бала сары ауру болып туылуы мүмкін. Ол факт, ол дәлелденген. Егер ер кісілердің патологиялық тоже аурулар болатын болса, ол да балаға өтеді. Көбінесе ұрық қуалайтын, қазір білесіздер ғой өздеріңіз, ұрық қуалайтын аурулар бар дейміз. Ұрық қуалайтын аурулардың арасында қандай аурулар келеді? Мысалға туберкулез дейміз, Құдай сақтасын, рак аурулары, обыр дейміз ғой былай айтқанда. Және де мыңдаған, мысалға даже анемия, простой анемия ауру дейміз ғой былай айтқанда. Бірақ сол анемияның өзі кімнен? Сол әке-шешеден ген арқылы өтеді. Сол үшін айтпақшымын, гендерімізді сақтауымыз керек ағайын. Қандай да болса, мысалы үшін ешқандай жаман нәрселерден аулақ болып, арақ ішу, темекі шарту, нашақорлықтың барлығы геннің бұзылуына алып келеді. Ол дәлелденген, 100% дәлелденген. Алқаштың баласы, нашақордың баласы, мысалы үшін қазір егер сау болып туылатын болса, ешқандай ақаулықсыз туылатын болса, бірақ оның баласы сондай отклонениемен немесе инвалид туылуына ешкім кепілдік бере алмайды. Ол рас. Егер баласы, наркоманның баласы сау болып туылатын болса, ол баланың баласы кішкене ақаулықтармен туылуы мүмкін. ДЦП деген аурулар білесіздер ғой, детский церебральный паралич дейміз. Сол себепті көптеген аурулардың барлығы, тұқым қуалайтын, ұрық қуалайтын аурудың барлығы сол өзіміздің геннен. Оны генді өзгертуге болады. Қазіргі таңда небір дәрі-дәрмектер бар, барлығын өзгертуге болады. Сол үшін геніңіз таза ма, таза екеніне күмәніңіз жоқ па, сол геніңізді сақтап қалыңыз ағайын. Алдағы уақытта өйткені ұрпақты ойлауымыз керек, ұрпақтың бар болашағы, барлық, мысалы үшін алдағы келешегі, барлығы өзіміздің қолымызда ағайын. Сол себепті балаларыңызды күтіңіздер. Біз сіздермен, егер осы тақырыбым сіздерге ұнаған болса, алдағы уақытта көретін видеоларыңыз өте көп тамашалайтын. Сіздермен біздер ешқашан қоштаспаймыз. Тек қана келесі видеоларымызды біздің каналымызға өтіп, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетсеңіздер, нұр үстіне нұр, бізді қуантқан боласыздар, біздің каналымызды ары қарай дамытатын боласыздар. Өздеріңізбен бірге болған доктор Шерхан, Тибет каналы. Қош сау болыңыздар, дендеріңіз сау болсын.